Алматы қаласындағы 174-ші мектеп гимназиясында педагогикалық психологиялық қолдау қызметі мамандарының ұйымдастыруымен ас адамның арқауы тақырыбында тәжірибелік сабақ өткізілді. Іс-шара оқушылардың әлеуметтік дағдыларын дамыту жоспары аясында жүзеге асырылған. Сабақтың негізгі мақсаты оқушыларды өмірге бейімдеу, дербестігін арттыру және күнделікті тұрмыста қажетті әлеуметтік құзыреттіліктерін қалыптастыру. Тәжірибелік бөлім барысында оқушылар ас дайындау мәдениетімен танысып, дұрыс тамақтану қағидаларын меңгеріп, өз бетімен әрекет ету дағдыларын шыңдады. Баланың бойында әлеуметтік дағдыларды қалыптастыру бұл қоғамдағы ең керекті мәселелердің бірі болып табылады. Өйткені біз баланың қоғамға әлеуметтік дағдыларын қалыптастыра отырып, оларды жақсы деңгейде кіріктіре аламыз. Бүгінгі күнде жасалған әрбір кішкене қадам болашақта балаларды үлкен жетістікке апаратынына біз сенеміз. Ең бастысы, бұл іс-шараны ұйымдастыру барысында біз техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз және мамандар оқушыға көмектесіп тұратын болады. Мамандардың айтуынша, мұндай форматтағы сабақтар балалардың жауапкершілігін арттырып, ұжыммен жұмыс істеу қабілетін дамытады. Сонымен қатар, тұрмыстық өмірге қажетті қарапайым, бірақ маңызды істерді меңгеру арқылы олардың өзіне деген сенімі күшейеді. Іс-шара барысында оқушылар белсенділік танытып, берілген тапсырмаларды қызығушылықпен орындады. Тәжірибелік сабақ өз мақсатына жетіп, қатысушылар үшін пайдалы әрі мазмұнды болды. Ас болсын. Мейірлі Қайсарқызы, Забира Якуб, Ұрпақ үні медиа.